Merhabalar, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün biz Türk dilinde en çok kullanılan kelimelerin biri gibi hakkında konuşalım. Bugün biz Türk dilinde жиі айтылатын söz gibi туралы түсіндіретін боламыз. Gibi сияқты, секілді деген мағынаны береді. Мысалы, бал gibi tatlı, бал секілді тәтті деген мағынада. Ал егерде қарныңыз қатты ашып тұрса, kurт gibi açım деп айтсаңыз болады. Яғни kurт деген қасқыр деген сөз. Қасқырдай ашпын деп айта аласыз. Ал егерде сіз біреуге сондай арамысың, сондай қусың деген мағынада айтқыңыз келсе, tilki gibi kurnazsın деп айта аласыз. Tilki gibi kurnazsın. Түлкідей қусың, түлкі сияқты қусың деп айтсаңыз болады. Түріктерде әдемі иісті айту, ол былай айтады. Mis gibi koku, яғни әдемі иіс деген мағынаны береді. Ал егер сондай ащы нәрсе жесеңіз, biber gibi acı деп айта аласыз. Biber деген сол бұрыш, gibi секілді, acı, ащы. Biber gibi acı. Бұрыш секілді ащы. Кейде бір қырсық адамдар болады, жөнге жүрмейтін. Сол адамдар эшек gibi inatçısın, яғни есек секілді қырсықсың. Негізі есек деген жануар өте қырсық келеді. Ол оңайлықпен жүрмейді, ары жүр десе бері жүреді. Сол кезде қолданылатын фраза эшек gibi inatçı дейді. Есек сияқты қырсық. Немесе әкем сияқты ақылдымын деп айтқыңыз келсе, babam gibi akıllıyım деп айтсаңыз болады. Әкем сияқты ақылдымын. Немесе anam сияқты әдемімін деп айтқыңыз келсе, annem gibi güzelim. Annem секілді әдемімін десеңіз болады. Енді есте сақтайтын бір жайт бар. Егерде мен сияқты, сен сияқты деп айтқыңыз келсе, онда бән gibi, сән gibi деп айта алмайсыз. Ол ілік септігі арқылы жүзеге асады. Мысалы, benim gibi, менің сияқты деп аудармайсыз қазақшаға, мен сияқты деп аударасыз. Senin gibi, сен сияқты. Onun gibi, ол сияқты. Дәл сол сияқты біз деген тіркестеде, яғни біз дегенді айту үшін біз сияқты деп, bizim gibi, sizin gibi, сіздер сияқты, сендер сияқты, onlar gibi. Бірақ onların деп айтпаймыз. Тек қана onlar gibi, олар сияқты деп айтамыз. Сондай-ақ түрік тілінде бір тіркес бар, яғни қалағаныңдай жаса, қалағаныңды істе, білгеніңді істе деген сөз, ол istediğin gibi yap, яғни қалағаныңдай жаса деген сөз. İstediğin gibi yap, не істесең оны істе деген сөз ғой. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Егерде канал ұнап жатса, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Сабақ ұнаса, сондай-ақ қолдау мақсатында лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз, сұрақтарыңыз болса, төмендегі комментарийге жазып қалдырыңыз. Görüşürüz, güle güle.